Барлықтарыңа сәлем. Сендермен тағы Нұрхан ағайыз. Бүгін сендермен гидросфера деген тақырыпты өтетін боламыз. Гидро деген сөз бізде су деген мағынаны білдіреді, ал сфера қабат, яғни жердің су қабаты деген мағынада. Енді сендерде гидросфера және оның құрамдас бөліктері деген тақырыпта в целом білетін нәрселер қиын емес тақырыптар болып табылады. Гидросфера жердің су қабығы, ол понятное дело. Судың бізде үш жақ түрі бар. Сұйық су болады, понятное дело, бізге қалыпты түрде. Қатты су болады, ол бізде мұз. Бұл түрінде болады, ол бізде гейзерлер. Думаю, даже особо қиын емес. Гидросфераны в целом, оның теңізін, шығанағын, бұғазын зерттейтін нәрселер гидрология деп аталады. Тоже қиын емес, потому что гидро бізде су, логос деген ол бізде ғылым, яғни су туралы ғылым деп аталамыз. Қиын емес логика. Келесі кеттік. Мұхит суының басты қасиеттері бар. Ол өте маңызды, осы жерде жазылған ақпарат. Оның температурасы мен тұздылығы. Температурасына байланысты ақпарат. Мұхит суы -2 градуста қатады. Ал біз ішіп жүрген қарапайым тұщы су, ол бізде 0 градуста қатушы еді. Ол бізде мұхит суы сияқты тұзды емес. Мұхит суының орташа тұздылығы 35 промилле. Әдейі мен мына жерге промиллелерді жазған жоқпын, потому что промилле деген логиканы түсіндіргім келіп тұр. Промилле дегеніміз ол бізде процент сияқты, просто соңында төменгі жағында 2-0. Процент ол бізде 100% болатын болса, а промилле просто 1000 деген логиканы. Сол кезде 1-2-3-0 шығу керек, 1-2-3-0 шығып тұр. Болды. Мұхиттың орташа тұздылығы 35, жаттап ала салатын нәрсе, ал ең максимальный бізде тұздылық ол 41 промилле. 41 промилле ол Қызыл теңізде. Так, Қызыл теңіз. Тоже қиын емес логика. Ал Қызыл теңіз қаяқта? Ол Қызыл теңіз деген Үнді мұхитында орналасқан. Картаға қарап, сразу қарап алсаңыз болады. Тоқтата тұрып, картадан көріп алыңыз. Мен сізді картадан көрді деген сенімдемін. Көрінбей жатса, картадан таппай жатсаңыз, Еуразия деген картадан өзіңіз бөлек тауып алып, 7-ші классын, содан қарап алғаныңыз дұрыс болады. Экваторда орташа тұздылық 34, тропикте 36, қоңыржай мен полярда 33. То есть былай екен да, әлемде 34, содан кейін 36, сосын 33. Осылай әлемде таралған тұздылықтар. Логикасы осылай тұр. Арғай уже қиын емес. Температурасы мен тұздылығынан байланысты әртүрлі болады мұхит сулары. Біз уже қалай өзгеретіндігін айтып қойдық. Не үшін мына жақта тұздылығы 34? Потому что бұл жақта в целом жаңбыр көп жауып тұрады. Қаншалықты күн ысытып ертсе де, жаңбырдың арқасында молайып тұрады. Тропик, бізде тропик деген кезде біз шөл деп айтуымыз керек еді. Яғни ол жаққа жаңбыр жаумайды. Сондықтан судың астындағы су азая береді, тұзы қала береді, су азая береді, тұзы қала береді. Көз алдыңызға елестетіңіз, кішкентай ғана стаканда су бар, оған көп тұз тұр. Сол кезде ол су ащы болады. Дәл сондай логикада, короче, бұл. Осы бет түсінікті деп ойлаймын. Келесі, гидросфераның в целом көлемі. Көлем болғасын, ол куб болу керек. 1,16 миллиард километр куб. Бұл жерде особо керек емес. Керек болатын логика мына жерде тұр. Осы 1,16 миллиардтың 2,5% ғана тұщы су. То есть біз іше алатын су. Қалғанның барлығы ащы су. Осы 2,5%-ын 80% мұздықтарда тұр, ал 20% Байкалда тұр. Байкал деген Ресейдегі орналасқан көлді картадан қарап алыңыз. Сол жерде бүкіл әлемнің 20% суы тұр. Мысалы, сіздер білетін Сибирская вода, тағы да басқа сияқты көптеген сулар, мүмкін білесіз. Сол жердің барлығы осы Байкалдан алып келіп тасымалданады. Енді қорытындылаймыз. 1,16 миллиард километр куб су бар болғанмен әлемде, оның 2,5%-ын ғана ішеміз. И то оның 80% мұздықтарда, 20% получается Байкалда тұр. Біз қазір обиходта ішіп жүрген сулар, олар тазартылған сулар болып табылады. Яғни ол таза табиғатта кездесетін тұщы су емес. Келесі, табиғаттағы су айналымы. То есть ол деген не? Аспанда бұлт бар, осылай бұлт салып қояқ. Бұлттан бізге жаңбыр болып жауады. Осылай қойып қояқ. Осылай жаңбыр болып жауып жатыр. Жаңбыр болып жауғаннан кейін ол батпаққа жиналады мына жерде. Көлге қайтадан жиналады. Сосын көлден қайтадан бу болып ұшып кетеді, испарение болып. Ұшады аспанға. Сосын қайтадан мына жерге бұлт болып жиналады аспанға. Осы нәрсе мына жақта
допустим мынау жаңбыр болсын, мынау бу болсын. Бұл бізде күннің әсерінен болады, осылай күн салып қояйық. Осы нәрсе дүниежүзілік су айналымы деп аталады. Яғни су жоқтан пайда болмайды, ол просто айналып жүре береді. Бұлт мына жерде жаңбыр болып жауды, қайтадан бұлт пайда болып буланғасын. Дәл өсіп айналып жүре береді. Осы нәрсе табиғаттағы су айналымы деп аталады. Келесі сендерге керек болатын информация ол уже мұхиттың бөліктері деген сияқты логикада. Жалпы мұхиттың көлемі 1 миллиард 370 миллион километр квадрат. Осы гидросфераның 94%-ын құрайды. Мұхит 94%-ын алып жатыр. Ал жердің 75%-ын алып жатыр. Гидросфераның 94, қалғанын құрайтын нәрселерге мұздықтар, жер асты сулары, сондай нәрселер жатады. Жер шарының 75%-ын дүниежүзілік мұхит алып жатыр. Мұхиттар бөлінеді мұхиттарға, теңіздерге, шығанақтарға и бұғаздарға. Олардың әрқайсының не екендігін қазір айтатын боламын. Бірінші мұхиттарға тоқталып кетейік. Материктер мен аралдар арқылы мұхиттар төртеу. Олар Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты және солтүстік мұзды мұхит. Осылардың самый главный сіздерге дәл қазір не істеу керек? Просто картадан бір қарау керек. Бізде бөлек тақырып бар, дүниежүзілік мұхит деген. Сол жерде осылардың әрқайсысына тоқталатын боламыз. Бүгінгі гидросфераның басты мақсаты сендерге дәл қазір әлемдегі гидросфераның бөлігі қалай бөлінетіндігін и кейбір нәрселердің, маңызды нәрселерді жаттап тұру керек екендігін айтқым келіп тұр. Теңіз деген мұхиттың бөлігі. Короче, былайша айтқан кезде теңіздер ішкі теңізге, аралдардың арасындағы және шеткі теңізге жатады. Материктің ішінде жатса, ол ішкі теңіз. Аралдардың арасында жатса, аралдар арасындағы теңіз. Шетінде жатса материктің, ол шеткі теңіз болады. Енді мен жазамын, сіздер картаны тауып отырыңыздар. Жерорта теңізі, Қызыл теңіз, Қара теңіз. Тағы басқа кете береді. Логикасын түсінгенге ғой. Жерорта теңізін, Қызыл теңізін, Қара теңіз картаны тапсаңыз, сіз примерно түсіндіңіз. Ішкі теңіздердің қалай орналасқанын. Материктің ішінде жату керек. Аралдардың арасындағы теңіздер. Фиджи, Сулавеси дейтін теңіздер. Бұлардың барлығы қай жақта? Бұлардың барлығы Австралияның солтүстігінде, батысында көптеген ұсақ-ұсақ аралдар бар ғой. Индонезия бар солтүстік жағында, Папуа жаңа Гвинеяның солтүстігірек. Батысында Тасмания бар. Солардың барлығының арасында орналасқан. Шеткі теңіздерге бізде Кар, Лаптефтер, Баренц, Норвег жатады. Ол үшін бұған особо қиналып қажет жоқ. Солтүстік Евразия материгінің солтүстігін қарасаңыз болды, сіз шеткі теңіздерді көріп аласыз. Логикасы понятно, материктің шетінде жатыр. Тестте даже былай келмейді, ішкі теңізді көрсетіңіз, аралдар аралығындағы теңізді көрсетіңіз деп. Самый главный сізде карта мен представление болсын деген мағынада айтылған. И сіз примерно картаны білсеңіз, тоже көріп аласыз. Бізде картамен жұмыс әлі біздің курсымызда бар. Ол туралы толық қамтылған, мойындамаңыз. Енді шығанақ. Шығанақ деп мұхиттың немесе теңіздің, көлдің құрлыққа кіріп жатқан бөлігі. Сутында, короче, если мұхит кіріп атса жерге, осы шығанақ деп аталады. Мысалы, сәлем достар, менің есімім Нұрхан, мен сен көрген жатқан тегін курстың авторымын. Осы курстың басты мақсаты осы 52 сабақ арқылы менің сабақ түсіндіру методикамды саған түсіндіру. Курста атмосфера, гидросфера, биосфера, литосфера, сонымен бірге 10 мен 11-дан тақырыптары қамтылған. Және бұл курстың тегін болуының себебі осы курсты сендерге көрсету арқылы біздің толық дайын ұбт және практикалық курстарымызға сендерді түсіндіру болып табылады. Себебі бұл жерде ақпараттар толық емес, ал біздің базалық курсымызда және практикалық курсымызда осы ұбт-ға керек болатын барлық тақырыптар және барлық тапсырмалар және тест тапсырмалар қамтылған. Ол жерде 124 тақырыптық тест және ұбт қаңтар, наурыз және шын ұбт-лардың нұсқалары, соңғы 5 жылдық нұсқалардың барлығы талданған. Ал базалық курста бізде ұбт-ның барлық тақырыптары 124 видеомен, яғни бұл видеолардан басқа видеолар арқылы түсіндіріліп және толықтай қамтамасыз етілген. Осы курс туралы толық ақпараттарды осы жерде тұрған Telegram каналынан немесе Telegram каналының QR коды арқылы көре аласыздар. Гудзон шығанағы, Мексика шығанағы, Бенгаль және Парс шығанағы. Мен просто сіздерге айтқым келіп жатқан нәрсе,
мұхиттың жердің ішіне сұғына кіріп жатқан бөлігін айта аламыз. Прям акцентный слово сұғына еніп жатқан, ішіне кіріп жатыр. Мұхит жерге кіріп жатыр. Гудзон шығанағын картадан қарап алыңыз, ол солтүстік Америка жақта орналасқан. Мексика шығанағы солтүстік Американың оңтүстігінде орналасқан. Бенгаль шығанағы Евразияның оңтүстігінде, Парсы шығанағы Евразияның оңтүстік батысында орналасқан. Осыларды картадан қарап алыңыз. Мен сізге қазір навигация бердім. Содан қарап табылғанға оңай. Картадан басқа да шығанақтар табыңыз. Мен примерно осы жерге жазайын. Аден шығанағын картадан тауып алғаныңыз өзіңізге ыңғайлы. Сидраны табыңыз картадан. Карпентарияны табыңыз. Давайте тағы біреуін жазамыз. Қандай шығанақ табуға болады? Допустим, Фанди шығанағын табыңыз. Фанди шығанағын, скорее всего, картадан таппайсыз. Фанди шығанағына байланысты керек болатын информацияны түсініп аласыз. Оны қазір сабақтың соңына қарай, осы сабақтың соңына қарай түсініп аласыз. Навигация ретінде ештеңе айтпаймын. Картадан қарап тауып алсаңыз болады. Потому что сіз картамен неғұрлым өзіңіз самостоятельно жұмыс жасайсыз, сіз соғұрлым көбірек картаны білесіз. А карта ол географияның 30%. Бұғаз. Бұғаз деген ол былай. Мына жақта құрлық. Мына жақта құрлық. Типі жер. Осының ортасы жіңішке бөлігі осы бұғаз деп аталады. То есть жіңішке бөлік. Бұғаз деген сөзде екі акцент бар. Либо ол бөлет, бөліп атыр болады бір құрлықты екінші құрлықтан, либо ол байланыстырады. Мына жақтағы бір суды, мына жақтағы екінші сумен байланыстырып жатыр. Яғни ББ деп жаталасыз, бұғаз дегенде бәрі келіп тұр. Дрейк бұғазы, Чукот, Беринг, давайте Босфор, Ла-Манш. Енді осылар туралы қазір сөйлесеміз. Дрейк, ол бізде осы Фрэнсис Дрейк деген мынау пират, қарақшы, соның құрметіне қойылған ең кең және ең терең бұғаз 5248 метр тереңдікте орналасқан. Ал Мозамбик деген ол бізде Мадагаскар мен Африканың арасында орналасқан. Вот Мадагаскар и Африка арасында орналасқан бұғаз болып табылады. Ол ең ұзын бұғаз. А Дрейк бұғазы ол бізде оңтүстік Америка мен Антарктиданың арасында орналасқан. Оңтүстік Америка и Антарктида. Байқасаңыздар, біз Дрейкті айтқан кезде екі жердің атын айтып жатырмыз, чтоб андай оңайырақ болу үшін. Енді сіздерде тестте керек болатын бұғаздар. Мына бұғаздар сіз просто картадан көрсеңіз болады. Тестте сізге Босфор бұғазы керек и Ла-Манш бұғазы керек. Босфор деген ол өте прикольный. Мысалы, барлықтарымыз по-любому турецкий сериалдар көрдік қой. Сол жерде Стамбул деген қаладандай бір киноларда бір шағалалар сөйтіп ұшып жүретін жерлер бар ғой. Вот сол Стамбул қаласын екіге бөліп атқан және жерорта и Қара теңізді қосып жатқан бұғаз осы Босфор бұғазы деп аталады. Ал Ла-Манш деген наоборот. Бұл бізде елдерге байланысты қойылған. Ұлыбританияны Франциядан бөліп жатыр. Вот оңайырақ логикада. Осы екі бұғазды картадан тауып алыңыз. Скорее всего, Босфорды табу қиын, потому что кішкентай ғана бұғаз ғой, ал Ла-Маншты 100% тауып аласыз. Сондықтан Босфорды таппай қалам деген қорқыныш болатын болса, сіз оны үлкендеп, прям қызылдап, жасылдап қойыңыз. А ол по-любому тестте келетін болады. Келесі ол мұздықтар. Мұздықтар ол бізде мұхиттың 15%, то есть мұхиттың бетінде жүзіп жүрген, құрлықтың 11%, яғни біздің таулардың немесе сондай бір биік нүктелерде орналасқан жердің 11%-ын мұздықтар алып жатыр. Егер әлемнің барлық мұхиттағы, құрлықтағы мұздар еріп кеткен болса, мұхиттың суы 60 метрге көтерілуші еді. Сөйтіп бізде қалаларды басып қалушы еді. Мысалы, Сидней деген қала болатын болса, ол по идее осылай жазылу керекті. Оны бірақ ғалымдар осылай жазып жатырды. Қазір чтоб назар аударту үшін, типа теңіздің астына кетеді деген мағынада. Вот осы 60 метр судың астына кетіп қалуы мүмкін деген мағынада ғалымдар дабыл қауда. Типа Грета Тунберг деген қыздар шығып жатыр ғой. Типа сондай логикада. Мұздықтардың ең үлкен бөлігі олар айсбергтер. Айсберг деген понятное дело, типа андай жүзіп жүретін. Бірақ енді осы жердегі керек болатын нәрсе, вот берг деген сөз бірінші. Берг деген сөз тау деген мағынаны білдіреді. Айс деген ол мұз. Яғни мұз тау. Ертең сіздерге мына берг деген сөз ұбытуда жыбы келеді, сондықтан жаттап алу керек.
неміс тіліне аударған кезде немісше тау деген мағынаны білдіреді бұл. Мұз тау деп қазақшалайды екенбіз. Титаникке байланысты не? Титаниктің судың астына батып кетуіне екі нәрсе ағыс етті. Оған айсберг және ағыс әсер етті. Неге олар әсер етті? Ағыс деген не еді? Ағыс деген ол бізде мұхиттың үстінде болатын жел. То есть осы ағыс бағыттаған айсбергті Титаникке қарай. Типа жел бір нәрсені ұшырып артынан соғып апарған ғой, былайша айтқан кезде. Мына жақта кеме тұрған болса, допустим, мынау Титаник, осыған айсберг тұр мына жерде. Осы айсбергке жел артынан итеріп, жел дегенде Гольфстрим деген әлемдегі ең жылы жел. Ең жылы. Титаниктің соңынан итеріп, айсбергтің соңынан итеріп, Титаникке соқтығысқан екен. Осылай бір сіздер білетін киноға байланысты бір қызықты ақпарат. Енді дәл сол ағыстарға қайтып келеміз. Аздап качествосы онша емес болады, алайда сутында бұл сіздерге тапсырма ретінде беріліп жатыр. Картадан осы мұхиттың бетіндегі ағыстар деп келесі ағыстар табу керек. Гольфстрим, солтүстік Атлант, Канар, солтүстік Пассат. Барлық ағыстар туралы аздап сөйлесіп кетейік. Бірінші Гольфстримнен бастайық. Мен аудиомен айтамын, чтобы сіздер тыңдап көріп отыруыңыз үшін. Ал сіздер видеоны тоқтатып жаза алыңыздар. Бірінші Гольфстрим деген әлемдегі ең жылы ағыс. То есть қызыл цветпен тұрса ол жылы, көк цветпен тұрса ол суық қой. А тут ең жылы ағыс. Гольфстрим ағылшынша гульф шығанақ, стрим ағыс деген, яғни Гольфстрим шығанақтық ағыс деген мағынаны білдіреді. Жазып алатын екінші нәрсе. Жазып алатын үшінші нәрсе. Гольфстрим ағысының жалғасы солтүстік Атлант. Гольфстримнің жалғасы солтүстік Атлант. Жазып алатын төртінші нәрсе. Келесі жазып алатын нәрсе және соңғы нәрсе Гольфстрим ол солтүстік Америкада. Болды, бітті. Енді Канар. Канар ағысы суық. Осы суық ағыс температураны төмендетеді. Температура төмендегеннен кейін булану азаяды. Булану азайғасын жаңбыр азаяды. Жаңбыр азайған жерлерде бізде шөл пайда болады. То есть, бұндай суық ағыстардың қасында үнемі шөлдер болу керек. Понятное дело, үнемі шөлдер бар. Оның біз барлығын қазір айтатын боламыз. Канар деген ағысқа байланысты екі ақпарат керек. Біріншісі, Канар ағысының әсерінен мына жерде Сахара пайда болады. Бірінші ақпарат. Екінші ақпарат, солтүстік Канар ағысының суық ағысының жалғасы солтүстік Пассат болды. Екінші ақпараттар кетті. Бенгалдың суық ағыс, значит, қасында шөл болу керек. Оның қасында Намиб деген шөл бар. Намиб. Болды, кетті. Намиб ағысы, Намиб деген шөл, Бенгал деген суық ағысының әсерінен пайда болады. Енді Бразилия деген жылы ағыс. Бразилия деген жылы ағысқа байланысты керек болатын информация, оның заменителі бар. Қазір ол туралы айтатын боламыз. Алмастырушысы. Бұл осы жаққа, осы жердегі жылы ағыстарға, получается, температураны арттырады, булану көбейттіреді, жаңбыр артады, сөйтіп мына жақта орман пайда болады. Осы жерде Амазонка ормандары пайда болған Бразилияның ағысының арқасында. Перуан немесе Перуана ағысы, оның әсерінен Атакама деген суық шөл пайда болған. Болды, логикасы түсінікті. Перуан суық ағыс, қасында Атакама бар. Калифорния суық ағыс, оның қасында Калифорния деген шөл бар. Болды. Керек болатын информациялар осыларға осы. Енді дәл осы жерде картада жоқ, бірақ ужасный ағыс бар. Ол Эль-Ниньо деп аталады. Эль-Ниньо. Араларыңызда испан тіліне қызығатын оқушылар бар болатын болса, понятно, Эль-Ниньо деген испанша, Ниньо деген кішкентай, нәресте деген мағынаны білдіреді. Ол осы Перу ағысына қарсы соғатын ағыс болып табылады. Ол 4-7 жылда бір-ақ рет соғады. Бірақ бір соққан кезде 10-12 жылдық жұт алып келеді. Яғни соғып, осы жылы ағыс тоже жаңбырды көбейтеді, су тасқыны болады, тоқтаусыз нөсерлер болады. Сосының арқасынан көптеген жерлер жарамсыз болып қалады, потому что судың астына кетіп қалады былайша айтқан кезде. Болды. Келесі керек болатын ағыс ол осы Австралияның шығысындағы шығыс Австралия деген. Осы шығыс Австралия деген ағыс, получается, осы жақтың көбін су қылып алып келеді.
Австралияның осы шығыс Австралия әсер етпейтін жерінің басқасының барлығы құрғақ. Мына ағыстың әсері жоқ, потому что мына жерлердің барлығы ойпаттармен, адамдармен қоршалып қалған. Енді Австралияның мына суық ағыс, мына жердегі шөлдер пайда болған. Мына жерде бізде Виктория дейтін шөл бар. Мына суық ағыстың әсерінен. Муссон, мына жерде муссонға байланысты информация біз айтып қойдық, ол теңізден құрлыққа қарай соғатын. Муссон Евразияның оңтүстігінде және шығысында бар, картада просто көрінбеген. Осы муссон ағыстарының арқасында үнемі жаңбырлар болады, үнемі тоқтаусыз нөсерлер болады. Енді Куросио ол бізде Жапонияда соғады. Куросио ол Гольфстримге ұқсайды. Куросио Гольфстримге, солтүстік тынық, солтүстік Атлантқа ұқсайды. Бір-бірлеріне ұқсайтын ағыстар болып табылады. Гольфстрим Куросиоға ұқсайды, солтүстік Атлант, солтүстік тыныққа ұқсайды. Жазып алатын тағы да информация. Енді мына жердегі Сомали ағысы қалып қойды. Сомали деген ағыс ол бізде осы Сомали түбегінің қасында. Получается, Сомали деген шөлді пайда болады. Қиын емес. Ең соңғы ағыс ол мына жердегі Мозамбик ағысы. Соның қасында жазып қояйық, Мозамбик плюс Ине деп. Ине. Ол бізде дәл осы неге пайда болатын ағыс болып табылады. Жылы ағыстардың ең соңғысы Африканың оңтүстік шығысында. Әлемде дәл осы бүкіл әлемді қоршап жатқан көк ағыс бар, ол батыс желдер ағысы дейтін әлемнің ең суық ағысы. Қорытындылаған кезде ең суық ағыс батыс желдер, ең суық ағыс Гольфстрим. Мен осы да айтқан барлық ағыстарға қарап жазып алсаңыздар болады. Келесі толқын туралы. Толқын не үшін пайда болады? Толқын желдің соғу әсерінен пайда болады. Понятное дело, особо керек емес. Міне жел соғып тұр, толқын пайда болды. Толқынның ұзындығы, толқынның биіктігі, толқынның табаны. Толқынның табаны деген мына жер. Подошва деген табан. Толқынның қыры, толқынның табанынан қырына дейінгі қашықтық биіктігі деп аталады. Болды. Сіздерге биіктігі деген сұрақты сұрайды. Толқынның табанынан қырына дейінгі қашықтық биіктігі. Осы сөз үшін ғана жазып қойдық суретті. Енді сіздерге гидросферадан керек болатын ең соңғы тақырып ол толысу мен қайту. Ол үшін біз сурет салайық. Ол сурет былай болсын примерно. Мына жерде адам тұр, допустим, мен тұрмын мына жерде. Толқын бір кез, ай бар бізде. Сол ай бір кездері мұхит суын осындай биіктікке дейін алып келеді. Допустим, ай жақындаған кезде. Ай алыстаған кезде, яғни ай бізден өте алысқа кетіп қалған кезде, теңіз суы осындай биіктікте болады. Конкретно высота өзгеріп тұрған жоқ, бірақ мұхит суы бірде биік, бірде аласа. Дәл осы құбылыс толысу мен қайту деп аталады. Оны зерттеген нәрсе ол айдың тарту күші әсерінен, айдың тартылысының әсерінен. Тарту күші. Әлемдегі тартылыс заңын басына алма құлап зерттеген адам Исаак Ньютон еді. Соған қарап жаттап алсаңыздар болады. Әлемдегі ең биік толысу манағы мен айтқан Фанди шығанағында 18 метрге дейін көтерілген, ал Фанди шығанағы ол солтүстік Американың жағалауында орналасқан. Толысу электр станциялары ол ТЭС деп аталады, немесе оны кей кезде біз жасыл көмір деп те айтамыз. Ол Франция, Ресей Федерациясы, United Kingdom, яғни Ұлыбританияда алынады. Ол деген не? Мысалы, осындай биік нүктелер жел қабырғаларға, тауларға ой салып қояды, су осыған төгіледі, соның ішінен энергия выработать етеді, то есть энергия алады. Дәл осы нәрсе толысу мен қайту. Қорытындылаған кезде зерттеген ғалым Исаак Ньютон ең биік толысу Фанди шығанағы, ТЭС деген жасыл көмір деп те айтып қойсаңыз болады. Осындай суретін салып қойыңыз, сізге удобнее болатын болады. Бүгін дәл осымен сабақ аяқталды, келесі сабаққа кеттік. Сәлем достар, менің есімім Нұрхан, мен сен көргелі жатқан тегін курстың авторымын. Осы курстың басты мақсаты осы 52 сабақ арқылы менің сабақ түсіндіру методикамды саған түсіндіру. Курста атмосфера, гидросфера, биосфера, литосфера, сонымен бірге 10 мен 11-дан тақырыптары қамтылған. Және бұл курстың тегін болуының себебі осы курсты сендерге көрсету арқылы біздің толық дайын ұбт және практикалық курстарымызға сендерді түсіндіру болып табылады. Себебі бұл жерде ақпараттар толық емес, ал біздің базалық курсымызда және практикалық курсымызда осы
ұбт-ға керек болатын барлық тақырыптар және барлық тапсырмалар және тест тапсырмалар қамтылған. Ол жерде 124 тақырыптық тест және ұбт қаңтар, наурыз және шын ұбт-лардың нұсқалары, соңғы 5 жылдық нұсқалардың барлығы талданған. Ал базалық курста бізде ұбт-ның барлық тақырыптары 124 видеомен, яғни бұл видеолардан басқа видеолар арқылы түсіндіріліп және толықтай қамтамасыз етілген. Ол осы курс туралы толық ақпараттарды осы жерде тұрған Telegram каналынан немесе Telegram каналының QR коды арқылы көре аласыздар.